Сәлем достар, бүгін біз сіздермен температура және оны өлшеу әдістерімен танысатын боламыз. Енді өткен сабақта біз сіздермен талдадық жылылық құбылыстарды, Енді күнделікті өмірде біз мысалға бір нәрсе жылы, немесе бір нәрсе суық, әртүрлі өзіміздің сезім мүшелеріміз арқылы талдау жасап жатамыз. Егер бір бөлмеде тұрған, ол бөлмеде ауа температурасы тұрақты 26 Цельсий градуста болды, бірақ біз егер сол бөлмеде тұрған бір темірден жасалған затты алсақ, ол бізге суық сезіледі. Ал оған қарағанда келесі матадан жасалған затымыз жылырақ сезіледі. Әрине, жылырақ, суығырақ дегеннен көрі бізге оны нақты бір санмен сипаттаған әлдеқайда жеңілірек болатын еді. Сол үшін біз физикаға жаңа бір физикалық шама енгіземіз, ол бізде температура деп аталады. Температура дегеніміз заттардың жылулық күйін сипаттайтын физикалық шама. Енді осы шаманы қалай өлшейміз? Немесе оны өлшеу үшін қандай шкалаларды пайдаланамыз? Бүгін біз соған тоқталатын боламыз. Енді температураны біз білеміз, күнделікті өмірде температураны әдетте біз Цельсий градуспен өлшеп жатамыз, және оны өлшейтін құрал бізде термометр деп аталады екен. Енді осы Цельсий градуспен өлшейтін термометр қалай жасалды? Соған тоқталайық. Цельсий деген кісі мынандай тәжірибе жасайды. Яғни ол мынандай жіңішке түтік алады. Оны бірінші ыдыс болсын, және келесі екінші ыдыс болсын. Енді осы температураны өлшейтін термометрдің жасалуына ең басты себеп болған нәрсе ол заттардың жылудан ұлғаюы. Яғни алдыңғы сағатта өттік, біз жылулық құбылыстарды өткен кезінде кез келген, мысалға, сіз суды алсаңыз, суды алып, оған белгілі мөлшерде жылу берсеңіз, мысалға, суға сіз жылу қостыңыз. Жылу берген кезінде ол бу күйге өтеді, келесі. Яғни бу күйге өтеді. Енді молекулалардың арақашықтығын салыстырсаңыз, мына күйге қарағанда, мына күйде дененің көлемі қалай өзгереді. Яғни дене жылу алған сайын оның көлемі не істеп отырады? Артып отырады деген сөз. Енді Цельсий, яғни осы жылудан дененің көлемін ұлғаятынын пайдаланған. Ол не істейді? Яғни сынапты алады, сынапты алып, алдымен мынада мұз болған жағдайдағы мұзға салады, яғни қата бастаған суға. Ол кезде мұз күйде дененің температурасын, осы судың температурасын 0 Цельсий градус деп алады. Яғни сол кездегі сынаптың белгілі бір деңгейін алады, осы жерді 0 Цельсий градус деп белгілеп қояды. Бұл мұз болған жағдайда. Енді келесі сол түтікті, яғни ішінде сынап бар түтікті, келесі қайнап тұрған суға салады. Яғни қайнап тұрған судың температурасын ол 100 Цельсий градус деп алады. Енді қайнаған суға салған кезінде, мына жерде қайнаған су. Енді бұған салған кезінде әрине көлемі ұлғайған сынап енді қайтеді? Жоғары өрлей бастайды. Жоғары өрлеп белгілі бір деңгейге кеп тоқтайды. Осы жерді, яғни мынау температурасын, осы шкаласын 100 Цельсий градус деп алады. Яғни қайнаған судың температурасы 100 Цельсий градус, және мына жердегі мұз күйдегі судың температурасын 0 Цельсий градус деп алады. Сонымен мына аралықты ол 100 шкалаға бөліп шығады. Сонда мына әр шкаланың құны, яғни мына бір шкаланың құны 1 Цельсий градус болады. Осылайша ол сынаппен жұмыс жасайтын осындай термометр ойлап тапқан екен. Енді көп жағдайда сынап бұл ол минус 39 Цельсий градуста ол қатып қалады. Яғни қатады. Ал плюс 357 Цельсий градуста ол қайнай бастайды. Енді қарап отырсаңыздар, табиғатта бізде минус 39-дан төмен градустар кезуі мүмкін. Мысалға 43 градус қыста, оны қалай өлшеуге болады? Әрине, ол үшін мынау сынапты онымен орын алмастыратын тағы бір сұйықтық табу керек. Ол бізде көбінесе спиртті алады. Яғни спирт төмен температураны өлшеуге арналған термометрлерде қолданады. Мысалға ол минус 115 Цельсий градуста қатады. Бірақ спирттің бір кемшілігі, ол уже 75 Цельсий градустан бастап қайнай бастайды.
Енді балалар талдау жасап көрсеңіздер, яғни төмен температураны өлшеу үшін бізге спирт қолайлы болғанымен, жоғары температураны өлшеуге спирт жарамсыз екен. Яғни техникада осындай қасиеттерін ескере отырып, спиртті термометр немесе сынапты термометрді пайдалану керек екендігін анықтайды. Және бір нәрсе, бұл жерде сынаптың улы екенін де ескеруіміз керек. Сол үшін әдетте дене температурасын өлшейтін, үй жағдайында қолданатын термометрлерге әрине сынапты қолданбай, оның орнына спиртті қолданады. Енді қазір заманның дамуына қарай бізде электронды термометрлер бар. Ол электронды термометрлердің негізгі принципі, олар жаңағы металдан жасалады және металдың электр өткізгіштік қабілетінің температураға байланысты өзгеруіне негізделген. Яғни температура артқан кезде өткізгіштігі артса, демек ол басқаша мән көрсетеді, ал температурасы төмен кезде оның өткізгіштігі басқаша, демек басқаша мән көрсетеді. Осы принципке негізделе отырып, біз электронды термометрлерді пайдаланады екенбіз. Енді бізде бұл Цельсий шкаласы. Цельсийден басқа Кельвин деген ғалым теориялық тұрғыда ол мынаны зерттейді. Яғни температура минус 273 Цельсий градус болған кезінде бүкіл молекулалар жылдамдығын тоқтатады деп есептеген. Яғни әлемде минус 273 деген Цельсий градуста ешқандай қозғалыс болмайды деген. Сол үшін ол осы Цельсий градусты ол 0 Кельвин деген шкаламен белгіледі. Яғни минус 273 Цельсий градус бұл 0 Кельвин. Атаматы болған үшін үлкен әріппен жазамыз. Яғни 0 Кельвин болған кезінде бүкіл әлемдегі молекулалар қозғалысын тоқтатады. Яғни бүкіл әлем қатып қалады деп есептеген. Яғни осы шкаланы ол 0 Кельвин деп алды да, ары қарай мынандай есеп жүреді демек. Яғни кәдімгі температураға Цельсий градуспен берілген 273-ті қоссақ, 273-ті, онда бізде Кельвин шкаласы алынады деген сөз. Яғни кәдімгі Цельсий шкаласымен салыстырғанда Кельвин шкаласының арасында осындай байланыс бар. Немесе осы өрнек бойынша Цельсий шкаласын тапсақ, онда ол мынау Кельвин шкаласынан 273-ті азайтсақ, сәйкесінше Цельсий шкаласын алатын боламыз. Мысалға бірнеше мысал келтіріп көрейік. Мысалға дене температурасы қалыпты жағдайда 37 Цельсий градус, ал Кельвин шкаласымен бұл қаншаға тең? Қанша Кельвинға тең 37 Цельсий градус дегеніміз. Ол үшін не істейміз? 37-ге қосамыз 273-ті. Яғни осындай Кельвин деген сөз. Бұл сонда 37-ге 273-ті қоссақ, бұл 310 Кельвин болды. Яғни біздің Цельсий шкаласы бойынша 37 Цельсий градусымыз бұл 310 Кельвинға тең екен. Балалар, бүгінгі тақырыпта біз температура дегеніміз не екенін, және оны қандай өлшеудің әдістері бар екенін, оны өлшейтін құралды және оның шкалаларының арасындағы байланысты білдік. Қысқаша қорытындылай кетсек, температура деп заттардың жылулық қозғалысын сипаттайтын физикалық шаманы айтатын болдық. Және температураны өлшейтін құралды біз термометр деп атаймыз. Термометрді жасаған ең алғашқы ғалым ол Цельсий. Цельсий яғни судың қату температурасын 0 Цельсий градус деп алып, және судың қайнау температурасын 100 Цельсий градус деп алып, сынаптың жылудан ұлғаятын қасиетін пайдаланып, термометр жасаған екен. Енді термометрдің улылығын және оның минус 39 градуста қатып қалатын қасиетінің кесірінен енді сынаптың орнын ауыстыратын тағы бір сұйықтық пайдаланады екен. Ол яғни спирт. Сынаптың орнына спиртті қолданып та термометр жасауға болады екен. Үй жағдайында біз осы спиртті термометрлерді пайдаланады екенбіз. Сонымен қатар Кельвин деген ғалым өзінің шкаласын ұсынған. Оның шкаласының ерекшелігі ол теориялық тұрғыда бүкіл әлемде молекулалардың жылдамдығы тоқтап қалатын, яғни қозғалыс тоқтайтын температура ол минус 273 екенін тапқан. Осыған сәйкес осы температура, яғни 0 Кельвин, яғни шкаланың басы осы болу керек деп есептегенде, ол Кельвин шкаласын тапқырлаған. Осы Кельвин шкаласы мен Цельсий шкаласының арасындағы байланыс ол мына формула арқылы өрнектеледі екен. Немесе Кельвин шкаласы берілсе, біз оны Цельсий шкаласына айналдыру үшін біз мына формуланы пайдаланады екенбіз. Балалар, бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер сіздерге түсініксіз қандай да бір сұрақтарыңыз болса, оны осы видеоның астындағы комментарийға жазып қалдырсаңыздар, мен сіздерге жауап беретін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.